Сәлем баршаңызға. Бүгінгі сабақта қалай тез арада шығын шығармай, ағылшын тілінде өз бетіңше сөйлеп үйренуге болатын ең оңай, тиімді тәсілмен бөлісемін. Өз бетіңше бір нәрсені үйренген кезде өз-өзіңді бақылап, қадағалап отыру керек. Болмаса ертең істермін, кейін істермін деген сылтаулар көбейіп кетеді де, көбісі орта жолдан тастап кетеді. Әрі ескертіп, қадағалап отыратын өзінен басқа ешкім болмағандықтан ерініп қалады. Сондықтан өз бетіңше сөйлеп үйренгіңіз келсе, күніне кем дегенде 15-20 минут бөліп, үздіксіз аз-аздан жаттыққан дұрыс. Басқа түрлі тәсілдерді қолданып көрсем де, маған көмектескен ең оңай тәсіл ол қызықты әрі қысқа әңгімелерді оқып өзіңе түсінік айту. Бұны айнаға қарап та, диктофонға жазып та, камераға қарап видео түсіріп те әңгімелеуге болады. Бұл тәсіл сөйлеуден бөлек оқылым дағдысын, сөздік қорды, грамматиканы дамытады. Өз даусыңды тыңдай беріп, сөздердің дұрыс айтылуын дұрыстайсың. Сенімділік артады. Әрі басқалар алдында сөйлеуге қысылсаңыз, бұл тамаша мүмкіндік деп айта аламын. Неге әңгімелеу сөйлеуге көмектеседі? Себебі бір-екі сөйлем болса да, ағылшынша әйтеуір сөйлейсің. Басында 2 сөйлем, кейін 4 сөйлем айтып, солай еркін сөйлеуге жетуге болады. Ал өзім үйренген сайтпен бөлісейін, сіздерде қарап көріңіздер. Бұл сайттың атауы shortstoriesshort.com. Бұл сайтта түрлі әңгімелер бар, маған ұнағаны балалар әңгімелері. Себебі олар өте қысқа әрі қызықты. Алдымен өзіңізге ұнаған кез келген тексті оқып, білмейтін сөздерді жазып алыңыз. Мен Katie and the Mirror әңгімесін таңдаймын. Айта кететін жайт, сөздік үйренуде сөз тіркесін меңгеруге кеңес беремін. Мысалы, мына әңгімеде stupid mistakes, make mistakes, went for a walk, grew tired, eat a sandwich, see her reflection in the water. Осылай сөз тіркестерін меңгеру сөйлеуде қолдануға тиімді. Make mistakes бола ма, әлде do mistakes дұрыс па деп бас қатырмайтын боласыз. Егер бұл әңгімелердің сөздері түсінуге қиын болса, өзіңізге ыңғайлы кез келген оңай қысқа әңгімелерді немесе өз деңгейіңдегі ағылшынша кітаптарды оқып, не түсінгеніңізді айтсаңыз болады. Егер белгілі бір сөздің қалай оқылатынын, қалай аударылатынын білмеймін десеңіз, сөздіктен қарап алыңыз. Қазіргі онлайн сөздіктерде аудармасымен қатар дұрыс айтылуы да бар. Мен қолданатын онлайн сөздіктің бірі Кембриджден кейінгі Word Hunt сөздігі. Мысалы, mistake сөзін алайық. Онда айтылуы да, аудармасы да бар, және төменде мысалдар да келтірілген. Өте ыңғайлы онлайн сөздік. Қолдануға кеңес беремін. Сөйлеуге көмектесетін басқа да түрлі тәсілдер бар, оларды кейінгі сабақтарда айтамын, ал бұл тәсіл ең оңайы. Бүгінгі менің кеңесім пайдалы болады деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше.